Бір қыз жазған екен, сіздің онлайн курсыңызға қатынасқан кезде мен сізге өзімнің жігітім туралы айтып бердім. Сол кезде сіз екеуіңіздің типіңіз бір-біріңізге тура келмейді деп айтқан едіңіз. Баста сенбеген едім, бірақ кейін ала сіздің сөзіңіз дұрыс болып шыққанында көзім жетті. Ол нағыз өтірікші екен дейді. Осы тема бойынша басқаларға да айтып өтсеңіз деп ілтимас етіпті. Жұлқылардың мұхаббат қарым-қатынасы жақсы болып рауажданып, кейін ала давам етіп кетуі үшін мұхаббаттың өзі жеткілікті емес. Тек қана мұхаббат болса болды, екеуіне жақсы жұп шығады, екеуіне жақсы шаңырақ шығады деген емес. Екеуінің бір-біріне типі, темпераментлері тура келу керек. Тип привязанности дейді. Байланысып қалу типі тура келу керек. Мәселен, өзінің типлері бар. Тревожный тип пен избегающий тип бір-біріне улума тура келмейді. Бұл типлерім сізді қысқаша түсіндіріп өтетін болсам, тревожный тип бұл хәмеше өзінің жұбын жоғалтып қоюдан қорқып жүреді. Оған тез-тезден хабарласып, оны қызғанып, хәмезаттан не қылып екен деп, оны қиянат етуінен қорқып, хәмеше психологиялық басымда жүреді. Ал избегающий типтегі адамдар болса, бұл жұплық қарым-қатынастан қашып жүретін адамдар болады. Мәселен, үшіға суға шыққаннан кейін үйге қайтаман дегенше асығып тұрады. Я болмаса телефонмен сөйлесіп жатқан кезде телефонды жауаман дегенше асығып тұрады. Онша көп жұбын іздемейді, оны тез-тезден хабарласпайды адамдар болады. Әне сондай типтегі адамдар бір-біріне тура келіп қалатын болса, ондай бұлардан жұплық қарым-қатынас шықпайды. Осы сияқты басқа типтегі адамдар да ұшырасады.